Жақында мен Эрик Джоргенсонның Навал Равиканттың Альманахы атты өмір қағидалары кітабымен таныстым. Подкастқа қатысса да, ол таңқаларлық түрде жылдың үздік подкасттарының бірі болып дауыс жинауды әдетке айналдырған. Навал сәттілікке сүйенбей, қалай байып кетуге болады атты өзінің 3,5 сағаттық жеке подкастын жүргізгенде, ол YouTube платформасында 10 миллионнан астам қаралым жинады. Навал тек бос сөйлемейді, ол айтқанын ісімен дәлелдейді. Ол, стартаптарға инвестиция салуға арналған көп миллиардтық AngelList платформасының негізін қалаушы. Кез келген сыртқы көрсеткіш бойынша ол бизнес ойында жеңіске жеткен жан. Бірақ оның кеңестерінің соншалықты терең үндесуінің сыры неде? Нақтырақ айтсақ, егер біз шынайы байлыққа қол жеткізгіміз келсе, не нәрсеге назар аударуымыз керек? Бұл тек ақшаның көп болуы емес, бұл әр күні оянып, өзіміз қалаған нәрсемен, өзіміз қалаған уақытта, және өзіміз қалаған адамдармен жұмыс істеу еркіндігі. Навал маған өмірді өзгертетін байлық 3 тірек арқылы құрылатынын үйретті. Біз осы 3 тіректі құруға және жетілдіруге неғұрлым көп көңіл бөлсек, сәттілікке мұқтаж болмай-ақ байып кету мүмкіндігіміз соғұрлым арта түседі. Бірінші тірек – ерекше білім жиынтығы. Навал бәсекелестіктен шынайылық, төлтумалық арқылы қашу керек дейді. Адамдар Навалды тыңдайды, өйткені ол шығыс философы, батыс капиталисі және іргелі қағидалармен ойлайтын бірегей тұлға. Навал болу мәселесінде ешкім онымен бәсекелесе алмайды. Ол шынымен де өз түріндегі жалғыз адам. Бірегей құндылыққа ие болу үшін сізге өзіңіздің ерекше білім жиынтығыңызды дамыту қажет. Табиғи қабілеттен бастаңыз. Навал 15 жасында досына астрофизик болғысы келетінін айтқан. Сонда анасы сабырмен сөзін бөліп, жоқ, сенің бизнеске баратыныңа сенімдімін деген. Ол бұған жылдар бойы қарсылық білдірді, бірақ соңында анасыныкі дұрыс болып шықты. Анасы көшеде келе жатқанда Навалдың үнемі жергілікті пиццерияларды сынап, олардың неге кесектерді дәл осылай сататынын немесе тапсырыс беру процесінің неліктен тиімсіз екенін сұрайтынын байқаған. Ол мектепте бизнесті оқыған жоқ. Оның тек бизнеске деген құштар ойы болды. Табиғи қабілетті жылуды көретін көру қабілетімен, термовизормен туылғандай елестетіп көріңіз. Сіз орман ішімен жүріп өтіп, басқаларға көрінбейтін жылу белгілерін көре аласыз. Басқалар оны көре алмайды. 2 сұраққа жауап беру арқылы өзіңіздің табиғи қабілетіңізді қайта ашыңыз және оны тиімді пайдаланыңыз. Мен әлемді басқа адамдардан өзгеше қалай қабылдаймын? Ешқандай арнайы дайындықсыз не нәрсеге икемім бар. Енді осы жиынтыққа өзіңіздің бірегей тәрбиеңізді қосыңыз. Навал Нью-Йорктың қауіпті ауданында жалғызбасты ананың тәрбиесінде кедей иммигрант болып өсті. Жаман істерден аулақ болу үшін ол күн сайын мектептен кейін кітапханаға барып, қолына түскен кітаптың бәрін оқыды. Оның басындағы ерекше жағдайлар бойында өміршеңдік жұмыс этикасын және бүгінгі күнге дейін сақталған кітапқа деген құштарлықты қалыптастырды. Тәрбиеңіздегі қандай қиындық қазір сізге артықшылық береді? Қиын жағдайда өсуді бейімделуді үйрену жоғары гравитациялы ортада өсумен бірдей. Бұл оңай емес және көбіне көңілді де болмайды. Бірақ қалыпты әлемге қадам басқанда, сіз басқаларға қарағанда 2 есе биікке секіре аласыз. Өзіңізден сұраңыз, балалық шағымда менде қандай өмір сүру дағдысы немесе ұмтылыс дамыды? Атанам нені бірінші орынға қойып, нені бағалады, және ол бүгінде маған қалай көмектесуде? Енді ерекше білім жиынтығыңыздың 3-ші қабатын, өз құштарлықтарыңызды қосыңыз. Сіздің құштарлықтарыңыз кез келген бәсекелестіктен озып шығудың кепілі. Мен жұмысты ойын сияқты сезіндіретін құштарлық туралы айтып отырмын. Адамдар Джо Роганды өз подкастын құру үшін көп еңбек етеді және керемет тәртіпке ие деп ойлайды. Іс жүзінде ол тек қызықты адамдармен сөйлесуге құмар. Ол мұны көптеген жылдар бойы тегін жасады және қажет болса, әлі де тегін жасауға дайын болар еді. Оның тынымсыз қызығушылығы оны жер бетіндегі ең табысты медиа тұлғаға айналдырды, өйткені оның жұмысы ол үшін әлі де ойын сияқты. Өзіңізден сұраңыз, мен қандай тақырыпқа құмармын және ешқандай дайындықсыз 30 минут бойы не туралы айта аламын? Шаршау сезімінсіз бірнеше сағат бойы немен айналыса алар едім? Осы уақытқа дейін табиғи қабілеттеріңізден, бірегей тәрбиеңізден және құштарлықтарыңыздан құралған ерекше білім жиынтығы сізді ерекше етеді. Бірақ шынайы бірегей құндылық ұсыну үшін, сіз өз жиынтығыңызды өз бетінше үйрену арқылы дамытуыңыз керек.
Сыныпта үйренген кез келген нәрсені басқалар да қайталап көшіре алады. Сіздің артықшылығыңыз тек тәжірибе жасау және өз бетіңізше білім алу арқылы артады. Бұл жай ғана өз бетінше білім алу емес, құрастыру және сату дағдыларын үйрену. Навал сатуды үйреніңіз дейді. Құрастыруды үйреніңіз. Егер сіз осы екісті де меңгерсеңіз, сізді ешкім тоқтата алмайды. Өзіңізге қажетті және өзіңіз қолданатын дүниелерді жасап көру арқылы құрастыруды үйреніңіз. Жұмыста тұтынушылармен тікелей байланысатын рөлдерді атқару, немесе адамдарға өзіңіз жасаған дүниені сатып алуға көндіру арқылы сатуды үйреніңіз. Сізге міндетті түрде бетпе-бет сатудың қажеті жоқ. Электрондық хаттар жазу, немесе әлеуметтік желілердегі жазбаларды безендіру арқылы да сата аласыз. Сату – бұл адамдардың не нәрседен қиналатынын, және оларды не ынталандыратынын түсіну, содан кейін өз ұсынысыңызды олардың мақсаттарына сәйкес келетіндей етіп ұсыну. Әр айдың соңында өзіңізден, мен өткен айға қарағанда жақсырақ құрастырушы болдым ба? Мен өткен айға қарағанда жақсырақ сатушы болдым ба? Деп сұраңыз. Егер олай болмаса, әрекетке көшіңіз. Алдағы 30 күн ішінде қосымша үлгі, мақала немесе видео шығаруға уәде беріңіз. Немесе идеялар мен өнімдерді түсіндіру тәсілін жетілдіру арқылы оларды таныстыру, питчинг дағдысын дамытыңыз. Өзіңіздің шынайы болмысыңыз бен ерекше білім жиынтығыңызға сай келетіндей етіп құрастыруды және сатуды жалғастыра беріңіз. Екінші тірек. Жауапкершілікті арттырыңыз. Іс сәтсіз болған жағдайда тәуекелді неғұрлым көп өз мойныңызға алсаңыз, бәрі сәтті болғанда соғұрлым көп сыйақы аласыз. Жауапкершілікті арттыруды құрылыс алаңындағы жұмысшыдан бас мердігерге, генеральный подрядчик, айналу сияқты елестетіңіз. Жұмысшы істеген сағаттар үшін ақы алады, және жоба сәтсіз болса, ешқандай ақша жоғалтпайды. Бірақ мердігер бүкіл жоба үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Егер жоба бюджеттен асып кетсе, оған ақы төленбейді. Дегенмен, егер жоба сәтті аяқталса, ол орасан зор пайдаға кенеледі. Сонымен қатар, ол мердігер жақсы жұмысы үшін танылып, бұдан да үлкен жұмыстарға тапсырыс алады. Бұл оны бұдан да көп пайдаға кенелтеді. Ал жұмысшы сол баяғы сағаттық мөлшерлемесімен қала береді. Сіз өзіңізге мынадай сұрақ қоюыңыз керек. Мен үлкенірек нәтижеге қол жеткізу үшін қай жерде ақылмен көбірек жауапкершілік алып, өз атымды бәске тіге аламын? Үшінші тірек. Рычагты ықпал ету күшін арттырыңыз. Рычагсыз байлыққа кенелген адамдар өте аз. Рычаг сізге дәл сондай күш жұмсай отырып көбірек ақша табуға мүмкіндік береді. Пицца дүкенін басқаратын адам мен Илон Маск сірә бірдей уақыт жұмыс істейтін болар, бірақ Маск миллион есе көп табыс табу үшін 100 есе көп рычагты қолдануды үйренген. Рычагты өзіңіздің ерекше білім жиынтығыңызбен тексіз ғана істей алатын нәрсені алып, оның ауқымын кеңейту, масштабтау деп түсініңіз. Рычагтың 3 негізгі түрі бар. Жұмыс күші сізге жұмыс істейтін адамдар, капитал сізге жұмыс істейтін ақша, және код немесе медиа. Жұмыс күші рычагтың ең көп таралған және тым асыра бағаланған түрі. Навал жұмыс күші рычагы ата-анаңды таңғалдыруы мүмкін, бірақ оның соңынан қуалап өміріңді босқа өткізбе дейді. Капитал рычагы көбіне ақша табудың ең жылдам жолы, бірақ оған қол жеткізу ең қиын. Адамдар көбейту үшін сізге ақша бермес бұрын, сізде керемет беделмен табыс әкелетін дәлелденген жүйе болуы керек. Бірақ код пен медианың жөні бөлек. Сізге қосымша жазуға немесе өз жолдауыңызды миллиардтаған адамға таратуға ешкім кедергі келтіре алмайды. Код сізге бір нәрсені бір рет жасап, оны шексіз көбейтуге мүмкіндік береді. Медиа болса, сол құндылықты миллиондаған адамға нөлге жуық шығынмен таратуға жол ашады. Егер Джо Роган подкаст жазса, бір адамға немесе 100 миллион адамға жету үшін ол бірдей күш жұмсайды. Ол өзін миллиондаған рет клондап шықты. Код пен медианы маржиналдық шығынмен көбейетін, тәулік бойы жұмыс істейтін, ешқашан ұйықтамайтын және ешқашан шағымданбайтын елес роботтардың шексіз армиясы деп елестетіңіз. Соңында Навал өзінің ұзақ мерзімді байлық стратегиясын 2 сөзбен тұжырымдайды: өзіңді өнімге айналдыр. Мұны кеңірекпен қарастырайық. Өзің, яғни адамдар ақша төлеуге дайын, тек сіз ғана ұсына алатын нәрсені тапқанша ерекше білім жиынтығыңызды дамыта беріңіз. Содан кейін ерекше біліміңізді ауқымы кеңейетін өнімге айналдырыңыз. Өніміңізге өз атыңызды мақтанышпен қойыңыз, және ол үшін толық жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз.
Бұл сіздің сапалы өнім ұсыну үшін көп еңбек етуіңізді және жақсы бедел қалыптастырудың орасан зор пайдасын көруіңізді қамтамасыз етеді. Қолыңызда адамдар бағалайтын өнім болған соң, оның ауқымын кеңейту үшін рычагты қолданыңыз. Әрқашан өзіңізден, өзімнің шынайы құндылығымды арттыру үшін жұмыс күшін, капиталды, медианы, кодты немесе кез келген жаңа технологияны қалай пайдалана аламын деп сұрап отырыңыз. Бұл менің Эрик Джоргенсонның Навал Равиканттың альманахы кітабынан түйген негізгі ойым болды. Бұл кітап байлық пен бақыт туралы таңғажайып даналыққа толы. Бұл міндетті түрде оқу керек кітап, алға ұмтылған жандарға оқуға кеңес беремін.